Әзербайжан қарулы күштері Қарабақ аумағындағы ресейлік бітімгерлер контингентінің жауапкершілік аймағына кіріп, бақылау бекетін орнатты. Таулы Қарабақ Республикасы аумағында әскери жағдай енгізілді. Бұл туралы Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі хабарлады. Әзербайжан қарулы күштері Қарабақ аумағындағы ресейлік бітімгерлер контингентінің жауапкершілік аймағына кіріп, бақылау бекетін орнатты. Сонымен қатар 24-25 наурыз аралығында Әзербайжан қарулы күштері Таулы Қарабақтағы Фурух елді мекені маңындағы бөлімшелерге ұшқышсыз ұшақтармен 4 рет соққы берді. Бұған дейін Армения сыртқы істер министрлігі Әзербайжан қарулы күштерінің Таулы Қарабақпен шекарадағы ресейлік бітімгерлердің жауапкершілік аймағындағы түйіспе сызығын бұзғаны туралы хабарлаған. Әзербайжан әскерилері Таулы Қарабақ Республикасының Әскеран ауданындағы Парух ауылын басып алды. Армения премьер-министрі Никол Пашинян Таулы Қарабақтағы жағдай шиеленісіп, дағдарысқа айналуы мүмкін деген мәлімдеме жасап үлгерді. Еске салайық, Ресей Федерациясының Украинаға жаппай басып кіруі басталғаннан кейін Мәскеу Таулы Қарабақтан бітімгерлік контингентінің бір бөлігін Украинаға жіберді.